Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кез келген тағам түрімен жей беруге болатын өте дәмді, жеңіл, әдемі салат түрін видео рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер, бірге жасап көрейік. Өте дәмі керемет және де қарапайым ғана заттардан жасалады. Ең алдымен сәбізімізді осылай үккіштен өткізіп алатын боламыз. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына нақты рецептісін жазып қоятын боламын, достар. Сәбізімізді үккіштен осылай әдемілеп өткізіп алып, енді басқа да көкөністерімізді турайтын боламыз. Қырыққабаттың, яғни капустаның 1/4 бөлігін осылай 4-ке бөліп алып, соның бір бөлігін осылай ұзынша етіп, жұқалап әдемілеп турайтын боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмі керемет болып шықты. Кез келген тағам түрімен дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Ал енді қызанағымызды да осылай ұзынша етіп 4-ке бөліп турап алатын боламыз. Менің каналымда плейлист бар, сол жерден өзіңізге керекті басқа да салат түрін көрсеңіздер болады. Ас мәзірі бар, қарапайым ғана заттардан үй жағдайында керемет дәмді тағам түрлерін жасауға болатын неше түрлі идеялар, рецепттер бар. Және де енді қиярымызды да осылай ұзынша етіп турап аламыз. Кішкене мен пияз қостым. Егер пиязды ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Және де осылай 2 түйір кішкентай зубчик чесногымызды да қосамыз. Укроп болса, укроп та қосыңыздар, дәмі керемет болады. Егер ұнатпасаңыздар, қоспай-ақ қойыңыздар. Чесногымызды осылай үккіштен өткізіп алып қосатын боламыз. Дәмі керемет дәмді болып шықты. Тез желініп кетеді, өте тәбетті ашатын тамаша салаттардың бірі. Жасап көріңіздер. Және де үлкен қасықтың ұшымен кішкене ғана дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қасықтың көмегімен араластырдым мен. Жақсылап араластырып алып, енді осылай соевый соус кішкене қостым мен, араластырып, дастарханымызға ұсына берсеңіздер болады. Егер соя соусын ұнатпасаңыздар, сұйық майды да қоссаңыздар болады, алмастырсаңыз болады. Немесе болса зәйтүн майын қосыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Видео рецепті ұнаса, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар, достар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Тағы да басқа дәмді, керемет рецептілер шығарып отырамын.